Новоселов ауылдық кітапханасы Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жылдық мерейтойына орай ұлы күйші Дина атты әдеби-музыкалық композицияны назарларыңызға ұсынады. Сахнаға шығып, бір-екі күй тартқаннан соң-ақ өзімді өзім ұмытамын. Бусанып тер шығады. Арқам кеңіп, шабытым бәйгеге түскен сәйгүліктің алтын тағалы тұяқтарындай жазылып, құлашым кеңіп, арқаланып кетемін. Бұл қасиетті күй өнерінің сәйгүлігі домбыраның құлағында ойнаған аңыз әйел Дина Нұрпейісованың сөзі. Жаратқан алып дарынды бойына дарыта салған Дина қашырдай күнде-ақ домбыра үнін күмбірлетіп, ел арасында күйші қыз атанып кетті. Күйші композитор, қазақ халық әртісі, ұлы күйші Дина Нұрпейісова 1862 жылы Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Бекетай құмы деген жерде дүниеге келген. Төлеңгіт руынан шыққан. Халық өнерпаздарының 1937 жылы өткен республикалық байқауына қатысып, 75 жасында халық аспаптарын тартатын өнерпаздардың Мәскеуде өткен бүкіл одақтық бірінші байқауында, одан кейін 1944 жылы 83 жасында Орта Азияның 5 республикасынан өнерпаздар қатысқан Ташкенттегі 10 күндікте Дина тағы да жүлделі орындарды жеңіп алды. Ата-ана шаңырағында бұлаңдап өскен жас Дина Дәулеткерей, Мүсірәлі, Әлкей, Түркеш, Ұзақ, Ешжан, Байжұма, Баламайсан сияқты күйшілердің күйін нәшіне келтіре орындаған. Қаршадай қыздың даңқын естіп, әйгілі Құрманғазы арнайы іздеп келген. Ол Динаның домбыра тартысына сүйсініп, болашағынан үлкен үміт күтіп, батасын берген. Осыдан кейін Динадан көз жазбай, үнемі айналып соғып, додалы күй айтыстарына ертіп барып, домбыра тартудың терең сырларын үйретеді. Дина 9 жасынан 19 жасына дейін қашан ұзатылғанша Құрманғазының баулуында болған. Құрманғазыдай дәулескер күйші ұстаз болуы Динаның ғана бақыты емес, исі қазақ күй өнерінің бақыты. Дина 1880 жылы Беріш ішіндегі Бесқасқа руынан шыққан Тұрманұлы Қанас деген жігітке тұрмысқа шығады. Қанас пен Динадан Нұрпейіс атты бір ұл туған. Алайда алғашқы перзенті дүниеге келген соң, Қанас көп кешікпей қайтыс болады. Дина ата салтымен қайын-інісі Шәпекке қосылады. Күйеуінің атын ата алмайтын дәстүр бойынша Дина күйеуі Шәпекті Жәпек деп атайтын болған. Кейбір деректерде Жәпек деп жазылуы содан. Динаның алғашқы күйеуінен көрген перзенті Нұрпейіс 14 жасында қайтыс болады. Кейін ел ішінде санақ па, сайлау ма, әйтеуір бір тізім алу атай алмаған Дина фамилиясының орнына қайтыс болған тұңғышы Нұрпейістің есімін атаған. Нұрпейіс келіннің атануының сыры осында. Жәпек пен Дина бақытты ғұмыр кешіп, берекелі жанұя құрған. Динаның әсем сазда аяулы күйлері осынау жар қызығын көріп, бала бақытына мейірленген жылдарда туған. Ұзатыларда әкесінің еншің деп мінгізген Қарақасқа атына арнап шығарған Қарақасқа ат күйі, өзі пір тұтатын күйшілері Дәулеткерей мен Түркешке еліктеп шығарған Бұлбұл, Жігер, Байжұма сияқты күйлері, ақылды да айбарлы, сұлу да сырбаз, абысына арналған Кербез күйі, үлкен ұлы Жұрымбай 16 жылғы Юн жарлығы бойынша әскерге шақырылғанда тартқан
16 жыл күйі, қадірлес замандастарына сүйсінуден туған қосалқы күйі, балдай тәтті, бауыр етіндей жақын баласы қоңырға арналған әсем қоңыр күйі. Міне бұлар Динаның өзіндік қолтаңбасын айқын танитындай біртуар күйлер. Бұл күйлері арқылы Дина қазақ күйлерінің өрісін ұзартып, өресін биіктетуімен бірге өзі де ұлы күйшілермен терезесін теңестірді. Дина Нұрпейісова 94 жасында 1955 жылы дүниеден өтті. Оның көзін көрген немересі Балжан Жұрымбайқызы Нұрпейісова ол туралы былай деп еске алады. Ол кісі өлі өлгенше сөзіне жаңылысқан емес. Киелі қара домбыраны бала кезінен серік етіп, құдіретті өнеге тұтқаны соншалық көз жұмарының алдында 5-10 минут бұрын өзінің төсегінің тұсында ілулі тұрған домбырасын алып, мәпелеп сипап, Құрманғазының Қайран шешем күйін шертті. Әлсіз саусақтары икемге келмей жатса да, күйді көкірегіне жаңғыртып жатып, дүниеден озды. Дина 8 ұл, 5 қызды өмірге әкеліп өсірді. Ақжан есімді немересі айтыскер болып қазақ өнеріне өз үлесін қосып кетті. Бүгінде Алматы қаласында тұратын немере шөберелері бар. Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жыл. Аңызға айналған біртуар анамыздың мұрасын қастерлеп, есімін аялай білейік.